Біздің заманымызда бір үйдің бір ерке баласы деген болатын, ешкімді тыңдамай, ойнай келген істеп жүретін сияқты. Қазіргі студенттердің бәрі сондай. Мына сурет Еркеғалиға тамақ тауып бере ме? Мен ішімнен ойладым да, маған ол тамақ болмады. Мен соны дәлелдеймін. Менің жолым болғаны, мен кішкентай кезімде сурет салып келедім, мен басқа жол көрмеймін. Мен дизайнер боламын, немесе суретші боламын. Асырайма суреттеріңнен табасың болсын мен деп тауып жүрсіз бе? Иә, әрине. Осы жерде отырған жоқпыз соның арқасында. Осы заманның балалары қорықпайды жаңа нәрседен. Олар тез қабылдайды, тез үйренеді. Ұстаздарға деген құрмет те жоғалып кетті ғой. Бұрын ойна кісі ұстаз деп мақтап айтады, қазір мұғалім ғой. Ұстаз ешқашан ұстаз екенін, ұстаздық деңгейін түсірмеу керек. Университетті бітіреді, қайда барарын білмейді. Басшы деген ұйымдастырушы сияқты адам ғой. Ұжымды алып, қосып бәріне жұмыс жасата білу керек. Әр бітірген студент өзінің мамандығында мықты болуға тырысса, Қазақстан мықты болып кетеді ғой. Балаға көбірек жауапкершілікті үйрету керек. Абылай ханның туған жылын жаттаймыз, Абайдың туған жылын, қай жылы соғысқан, неткен жаттаймыз да, Абылай хан қандай тұлға екен жаттамаймыз. Еркош, сізді Ойлайық жобасының қонағы болып көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы бізде Ойлайық жобасы тәрбиеге байланысты ашылған болатын. Яғни бүгінгі таңда біз әлеуметтік желілерде көп отырамыз, көріп жатамыз, балалардың бір-бірімен төбелесіп жататынын, тек жігіттер қауымы емес, қыздар қауымы бір-біріне деген аяныш жоқ, үлкенге деген құрмет жоқ, кішіге деген ізет жоқ. Осыған байланысты бізде Ойлайық жобасы ашылған болатын. Ойлайық жобасының мақсаты осы біздің өңіріміздегі, жалпы Қазақстандағы бір кішігірім көрермендер, оқушылар болсын, бұл жақта ұстаздар болсын, өздеріне бір кішігірім ой түртіп алсын деген мақсатта біз бастаған болатынбыз. Бүгін сізді шақыруымыздың басты мақсатының бірі ол ұстаздар емес, оқушылар қауымына кішігірім бір мотивация болсын деген. Осыған дейін бізде көбіне білікті, білімді ұстаздар келіп жататын. Бүгінде Жетісу университетінде өзіңізде сабақ бересіз, оқушылармен жұмыс жасайсыз, студенттермен жұмыс жасайсыз. Қаншалықты қиын қазіргі жасөспіріммен, қазіргі балалармен жұмыс жасау? Қазіргі балалар, өзімізбен салыстыра келетін болсақ, тым еркін, жаңағы қазіргі шығып жатыр ғой, мына еркіндік сөзі деген. Ол бір жағынан жақсы, бір жағынан біздің тәрбие басқаша болды ғой. Сол жағынан кішкене қиындау. Жастар көбінде сабақта көп адаммен спорт етеді. Сен тапсырма беріп тұрғанның өзінде олар өзінікін дәлелдеуге тырысады. Негізі қазіргі балалармен жұмыс жасау өте қиын. Өйткені біздің заманымызда бір үйдің бір ерке баласы деген болатын, ешкімді тыңдамай, ойнай келген істеп жүретін сияқты. Қазіргі студенттердің бәрі сондай. Мысалы, егер бірақ бір 5-ші курс пен 1-ші курстың студентін салыстырсақ, 5-ші курстың студенттері біздің тәрбиеге жақындау әлі де. Мына жаңа заманның балалары, олар мүлдем қиындау. Өзіңіз қандай оқушы болдыңыз? Өзім дәл осындай жуас, арт жақта отыратын, ылғида ойым сабақта емес, ойым суретте ғана болатын. Мен дәптердің бір бетінен конспект жазып бастасам, артқы бетінен сурет салып бастайтын да, екеуі ортаға кездескен жерде дәптер бітетін. Сондай оқушы болатын. Яғни кез келген дәптеріңізді алса, кез келген дәптер. Сол үшін қанша сөз естідік, қанша таяқ та жедік, сыныптан да шығарып жүрген кездер болды. Әрқашан сурет салатын. Любой уақыт. Жай сабақ болсын, бақылау кездері болсын, емтихан кездері болсын, разница болмайды. Ұстаз шәкіртін ашып жатса, кейбір ұстаз өзінің шәкіртін жабып жатады. Яғни көп жағдайда оқушылардың ашылмай қалуы ұстаздың қателігінен де болып жатады да. Өйткені ұрса беретін ұстаздар болады көбіне, тыйым сала береді оқушыға, қабілетін байқамай жататын ұстаздар болады. Сол қабілетін байқап тұрса да, бірақ өзінің пәнін жоғары қойып, оқушының қабілетінен жоғары қоятын ұстаздар болады да. Осы тарапта сізде кездесті ме сондай қиын жағдайлар? Негізі өте күшті сұрақ. Жаңағы оқушылар мен мұғалімдердің арасында байланыс. Біздің заманда сол байланыс болмайтын. Оқушы мен мұғалімнің арасында реткі
бір тарих пәнінің мұғалімдері негізі өзінің саласының фанаты болады да, сол кісілерден көп кездестіресіз, олар байланыс құра біледі, оқушымен жұмыс істей біледі, түсіндіреді, өзінің жасап жатқан нәрсесіне кіріп кетеді да. Ал егер басқа сабақтарды алатын болсақ, көп мұғалімдер бір жағынан жұмыс ретінде қарайды, екінші жағынан өзінің жаңағы карьерасын ғана ойлайды. Мысалы, бір баланы тартып, ол мысалы бір бала болса, дұрыс оқымайтын, оны тарту деген жоқ. Жарайды, Еркеғали так ішке оқып жүр ғой, шын қоя салайын, математика шықпайды одан деген сияқты. Мүмкін Еркеғалидің ар жағында бір математикалық қабілет жатқан шығар. Сондайды қазбаламайды. Өзін-өзі тану сабағы біз сол кезде түсінбейтінбіз. Ой, біз өз-өзіміз тануымыз керек па деген сияқты прикол ұстап жаңағыдай. Баласың ғой ол кезде. Мысалы 9-шы сынып, 8-ші сыныптың балалары. Бұлай қарасаң, керісінше керекті нәрсе екен да. Өзін-өзі тану. Сонда атының өзі айтып тұр ғой, мұғалім балалармен жұмыс жасап, ол баланың икемі неде, қабілет өнерде ма, спортта ма, математикада ма, жоқ ол жаңағы бір ғылыми несі бар ма, әдеби жағынан ба, соны зерттеп шығарып, ол мысалы жаңа жиналыс мұғалімдердің болады ғой, сол жерде айту керек. Міне мына сыныпта Әсел осындай ұйымдастыру жағынан күшті екен, Еркеғали өнер жағынан, тағы Нұрбол ол математика екен деген сияқты беріп, балаларға бағыт беру керек та. Бізде ондай жоқ. Сол себептен даже сол өзін-өзі тану сабағында өз басымнан өткен конспект жазу барысында жаңағы дәптердің сызығы болады қызыл. Менде ортада конспект, қызыл сызықтан ары қарай сурет фантазияның шарықтау шегі болатын. Ол жаққа Еркеғали кетеді, конспект қалады, Еркеғали сурет салады. Сондай бір сурет салып отқан кезде мұғалім келгенін байқамай қалыппын жаныма, алып алып, би деген сөзі бар. Классқа көрсетіп, мына сурет Еркеғалиға тамақ тауып бере ма? Балаға менің сондағы мінезім, мен ішімнен ойладым да, маған ол тамақ болады, мен соны дәлелдеймін деген сияқты. Ал әр бала ондай емес қой. Мысалы, бала ойлап қалады, шынымен де мен басқа бірдеңе жасап жүрмін ба, конспект жазып, өзін-өзі тануды, апайдың конспектісін оқып отқаным дұрыс па деп. Ол өзін-өзі тану психолог адам ғой. Ол баланы ашқанның орнына, ол керісінше барып айту керек еді. Сынып жетекшіге болсын, директорға болсын, мына Еркеғали суретші екен деген сияқты. Ал керісінше сыныптың алып шығады, суретті көрсетеді, мына салып отқан масқарасын қарауында. Енді ол кезде бала болғандықтан жаңағы черепашка саласың, Наруто саласың, мына жыншайтан Еркеғалиға ертең тамақ бола ма деген сондай сөз бар. Ол мұғалім мысалы сол жерде категорически дұрыс емес, ол мұғалімді көреді. Бірақ ол сөз сіздің ары қарай сол саланы тастамай шабыттанып ары қарай мотивация алуыңызға түрткі болды ғой. Мүмкін. Егер сізді мақтаса, мүмкін. артыңыздан қағып, Еркош жақсы сурет салады екен, осы Еркош деген мықты екен деп жатса, бәлкім сізде сол кезде сөніп қалушы ма еді бәрі? Мүмкін. Бірақ менің ес білгелі сурет саламын да мен. Мен басқа мамандық көргем жоқ та. Мен мысалы әнші болам, математик болам, мен программист, ондай менде мүлдем басқа ой болған жоқ. Тек қана сурет салып келем, туғалы ес білгелі. Бір қолымда карандаш, бір қолымда қағаз. Мен осымен 27 жасыма дейін әлі сонымен келе жатырмын. Менде басқа бағыт жоқ. Құрал өзгерді, бірақ? Құрал өзгерді. Сол бір суретте басқа не жоқ менде. Бағыт ондай жоқ. Ал мысалы бір бала болса, изобретатель дейікші, мысалы жаңағы, технология бірдеңе жасап отырса, мысалы басқа сабақта, оны мұғалім сыныптан қуып жіберуі мүмкін. Ол өте үлкен қателік. Жарайды, қуып жерсін, бірақ ол баланы қуып жібереді, ол мұғалім ол баланы былай айтқан жек көріп те кетеді. Менің сабағымда түкке тұрғысы көріп отыр, ол ана өзінің технологиясын жасап отыр деген сияқты. Сен керісінше басқа мұғалімге барып айт, мына бала ол математик емес екен, әдебиетші емес екен, сен оны технология жағынан дамыт деп. Сондай нәрсе, мысалы, сондай жұмыстар жасалмайды да бізде. Ол баланың көбінде үшін. Жоқ, бар мұғалімдер, мысалы бізде жаңа тарих пәні дедім ғой, күшті кісі болған тарих пәні, үлкен кісі, өзінің жұмысының фанаты. Ол кісі сабақ бергенде бәрі тыңдап отырып, бір оқымайтын балалар болады ғой, біз соларға дейін ол кісіні тыңдап отыратын. И ол сол тарих сабағында жүріп, еще маған бір сурет салдырып алады,
бір бала өлеңге жазатын болса оған өлең жаздырып алады, тағы біреуге бірдеңе жасатады. Ол бір тарих сабағында 30 балаға өзінің өнерін де көрсетіп, өзінің сабағын да түсіндіртіп, сол кезде байланыс болатын. Басқа сабақтарда мысалы көбісінде байланыс болмайды, оқушы мен ұстаздың арасында. Қазір әрбір оқушының жеке қабілетін ашу бойынша ұстаздарға көп талап қояды. Өйткені бұрын шынымен сол байқалмай қалды ғой. Әр оқушының ерекше екені. Мысалы, бәрі бірдей есеп шығару міндетті емес. Одан жеңілірек есеп бер. Ол баланы сабағыңа қызықтырғың келсе, жеңіл есептер тауып бер деген сияқты талаптар қояды да. Сол дұрыс сияқты да. Өйткені қарап отырсақ, көп сабақтардың шын мәнісінде біздің кәдімгі өмірде қажеттілігі жоқ екенін білеміз да. Оқу білу керекпіз, тілді білу керекпіз, санай алу керекпіз, тарихымызды білу керекпіз. Иә, міндетті түрде. Бірақ енді бәрі сияқты барлық пәнді меңгеріп алып жаттап алғанмен сен ақылды болып кетпейсің ғой. Иә. Біздің кезде мысалы былай болды ғой, 10-шы сыныпқа өтесің, 9-дан кейін колледжге кететіндер кетіп қалады, жаңағы еще ол кезде қуады. Оқи алмайды, сендер барыңдар, колледжге түсе салған дұрыс деп. Мысалы болды ғой ондай ашық нәрсе. Біздің мектеп мені де қуған, өйткені мен жақсы оқыған жоқ, мен ойымда сурет қана болатын да. Сол менің әкем келіп мектепке айтқан, оқымаса, оқымайды. Оқымаса, 11-ден тест тапсырамаса, мал бағуға барады. Тест тапсыралса, ары қарай оқиды деген сияқты. Сол 10-шы сыныпқа барғанда бізде математикалық бағыт, гуманитарлық бағытты бөлетін да, бірақ фактқа келгенде ол олай емес. Иә. Ол олай болған жоқ. Мысалы, біздің өзімнің өмірімде менде ондай болған жоқ. Біз 2 қазақ сынып болдық, бір сыныпты математик қылып қойды, бір сыныпты гуманитарлық. Оқыған бағытымыз біреу. Менің ойымша вообще 8-9 класста балаларды бөле бастау керек. Өйткені ол баланың уже қабілеті шығады. Ол спортшы ма, жаңағы өнер қуалай ма, мысалы, жаңағы ұйымдастырушы ма, сіз өзіңіз ұйымдастырушысыз ғой, мысалы, мықты. Сол бағытты оған наоборот, соны көтеру керек та ол бағытын. Жоқ, бұлар келеді, сен 10-шы класста әлі химия оқы. Ол бала химик емес, оған 10-11 класстан керек емес оған химия. Ол маған мысалы керегі жоқ сол кезде де, қазір де химия. Основасын үйрету керек бәріне бірдей. Бірақ жоғары классқа келгенде оларды бөлу керек. Ол солай жасалу керек. Қазір жұмыс жасалып жатыр деп бәр жерден айтады, бірақ ол шынымен де әлі іске асты ма сол жоба? Сол тақырып қозғалды ма, көтерілді ма? Мектептерді аралап көрсеңіз, әлі де біздің кездегі сияқты бар. Біреулер гуманитармыз, біреулер жаңағы. Мен ойлаймын, қазірде бұрынғыдан қиындау кезеңдер келіп жатқан сияқты. Өйткені бұрын біздің ұстаздарымыз біздің артымыздан жүгіретін ғой, сабақ оқышы деп. Сабақ оқышы деп көп оқушының артынан жүгіретін ұстаздар болған. Ал қазір басқа ұстаздар келіп жатыр. 45 минут сабағын беріп кетсем болды деп. Ұстаздар қайдан шықты? Ұстаздар біздің кезден шықты, көрдіңіз бе? Олар өздері адасқан адамдар, 11 бітіріп, физиканы таңдап алған, ұбт-дан шыққан, содан кейін ойланады, программист болайын ба, мұнайға кетіп қалайын ба, жаңа физикаға бағыт көп болатын да, көп оқушылар физиканы таңдап алатын да, ары қарай қуалайды. Қайда барса екен, бәрі барып юрист болады, бәрі экономист болады, экономистті бітіреді, істейді, торговый агент болады, басқа бір жұмысқа кетеді. Ол қазіргі мұғалімдер сол біздің кезден адасып шыққан балаларға, олар әлі өздерін түсініп болған жоқ та, 30-ға келіп жатса да, оларға уже келесі поколенияны тәрбиелеу керек. Біздің кездің балалары, мен сыныптастарым арасында көп болды, қайда барам. Мысалы 11-ші класс, наурыз айы, әлі білмейді не таңдау керек екен. Менің жолым болғаны, мен кішкентай кезімнен сурет салып келедім, мен басқа жол көрмеймін. Мен дизайнер болам, немесе суретші болам. Ол бала, мысалы, спортты да қуаламаған, сабақты да орташа оқыған, мысалы, өнерді де қуаламаған. Ол адасып тұр да, ал оны сол 8-9 класста мұғалім, ұстаз нұсқау беріп жіберу керек еді. Сенің қабілетің тұр, сен мысалы ораторсың деп, оны соған дайындап мектептерінен жаңа жіберу керек еді. Осындай бағыт саған дұрыс сөйлесіп. Бізде бір жағынан ол кезде мұғалімдер де аз ғой. Жаңа мысалы даже өзін-өзі тану мұғалімі 1-45 минутта түсінсе, мені ой, Асел ұйымдастырушы екен ғой деп, ол келесі 45-те тағы 30 балаға барады.
бір күнде ол жаңағы 200-ден астық бала көреді да, ол ұмытып қалуы да мүмкін. Сол үшін специалисттер, мұғалімдерді көп тарту керек та мектепке, именно білімге. Бізде жалпы Қазақстанда болып жатқан проблеманың бәрі осы білімнен басталады. Бізде бірінші тәрбие, одан кейін білім болды. Білім деп жатқанымыз өйткені бала 11 жыл уақытын мектепте өткізеді ғой. Ол адамның қанша өмірі ғой, 11 жыл деген оңай емес. Сол 11 жылда ол өзіне бағыт таңдап уже шығу керек. Одан шығып, өзіне керек университетке түсіп, мысалы 8-ші класстан бастаса жаңа бір бағытты қолап, мысалы мен өнерді қоладым ғой, суретті. Мен 8-ші класстан бастап мен дайындағанда, мен университетте оқыған 5 жылым бар, сонда менде 9 жылдық опыт болатын еді. Мен мықты, өзімнің саламның мықты профессионал болып шығар едім. Ал ол бізде олай болған жоқ. Мен өнер қуалайын десем, 10-ші класста менде сабағым бар. Қосымша ұбт-ға дайындалу керек, мысалы. Химияны оқу керек, физиканы оқу керек, тарихты оқу керек маған. Қайтадан сол бір сарыңыз. Программист, информатиканы оқу керек, вышматты оқу керек. Вышмат көп адамға керек емес нәрсе ғой, жоғарғы математика шынымен келгенде. Университеттің өзінде сол ғой. Университетке біз түсеміз, біз тек қана өзіміздің пәнмен айналысу керекпіз да. Мысалы, мен химия пән мұғалім болған кезде мен содан сабақ беру керек болған. Бірақ мен 4 жыл бойы мектепте сабақ оқып жүрген сияқты болдым. Бәріміз тарихты оқимын, биологияны оқимын, химияны оқимын, математиканы оқимын, одан бөлек өзін-өзі тану, өзін-өзі емес, уже философия, саясаттану, тағы басқа деген секілді сабақтар оқимын. Дене шынықтыру. Дене шынықтыру. Мектепте керек, мен дене шынықтыруды қолдаймын. Өйткені балалар ғой олар әлі. Сен университетке түскен бала, студент бала, 18-17-тегі балалар ғой. Оларға уже спортпен айналысса өзі біледі, айналыспаса өзі біледі. Жоқ, оны алады, аптасына 6 сағат, 8 сағат дене шынықтыру қойып қояды университетте. Ол адамда өзінің пәнін қоласында, біз қосымша сабақтардан 3-ші курста бірақ босаймыз. Мысалы, сурет саласың 3 сағат. Одан барасында социология оқисың, тарих оқисың, орыс тілін оқисың қайттан. Ағылшын оқисың, неміс тілін оқисың. Не үшін оқисың сен оны? Енді ол балаға керек деп тұрса, ол өзі-ақ іздеп тауып болады бала. Енді ол қосымша сабақты навязывать етіп, сен ақылы университет оқисың да, ақшаңды төлеп. Саған еще жаңағы математиканы привязывать етіп қоятын, навязывать етіп. Сен оны да оқу керексің. Сен бірақ университетке еще ақша төлеп жатсың. Бізде университетте таңдауда жоқ қой. Мен ана пәнді оқығым келеді, пәнді оқыма Сулейман Демирал деген университетте студент қандай пәндерді меңгергісі келеді, өзі таңдап алады екен да. Қандай қызықты деген сияқты. Өзі, мысалы, кредит болады, қанша сабақ бойынша, сол бойынша өздері таңдайды. Ал бізге қандай расписание құрып береді, сол бойынша сабақ өтеміз. Бізде университетте, Жетісу университетінде портал тұр ғой негізі. Жаңағы журналы бар, жеке кабинеті бар өзінің. Ол жерде бәрі тұр негізі. Бірақ ол жұмыс істеп жатқан жоқ. Программа бәрі дайындалып қойған. Сен мына мұғалімде мынаны оқығың келеді, бәрін таңдай аласың. Кез келген, біздің кезде болған ол уже. Сен әр сабақта, мысалы, мен суретім ба, мен суреттен мынау оқытсын, бояудан ба, бояудан мынау оқытсын, мен көбірек бояу оқығым келеді деп. Сен бір семестрде определенный кредит төлейсің да, соған оқығың келген нәрсені оқисың ғой. Ал бұл жақта әлі жаңағы мектептің қалып қалған нәрсесі, біз барып стенадан қарап тұратынбыз, қай сабақ екен бізде деп. 3-ші класстың оқушысы сияқты. Бізде уже жаңа программа дайын тұр, бірақ программа жұмыс істемейді. Оның бәрі қателік қой. Енді өзіңіз жаңа ұстазыңыз айтты дедіңіз, ертең Еркеғали осы сені асырай ма, суреттерің нан табасың болсымен деп тауып жүрсіз бе? Әрине. Осы жерде отырған жоқпыз соның арқасында, шындап келгенде. Жаңа бір сөздеріңізден байқап қалдым да, тіпті әкімнің өзі сізді Еркош деп танитын деген. Мысалы, әлеуметтік желіде Еркош арт деп тұрасыз ғой, түрлі муралдардың суреттерін саласыз, егер мен логикалық түрде ойлайтын болсам, мектепте сурет салып жүрген балаға қарайтын болса, енді стереотип қой, ойлауым мүмкін.
ертең бұл бала, енді бізде Қазақстанда дамымаған ғой андай арт бір фестивальдар немесе арт суреттердің галереясы деген сияқты жоқ қой. Өзің суретіңді алып сату деген сияқты, мысалы, ол шетелдерде жақсы дамыған. Біздің Қазақстанда әлі өкінішке орай бағаланбайды қатты. Бір бар бірең сараң адам, то оның өзі бір жақсы финансированный отбасынан шыққан болуы мүмкін, галереясын жасайтындай. Ал енді кішігірім осы қала, аудандық, ауылдық жердегі мықты суретшілер қаншалықты өздерін бағалай алады? Еңбек ақысына келген кезде, өйткені көбіне сұрақ туындайды ғой, сурет саласың, қаншалықты сен өзіңді бағалайсың осы тұста? Мысалы, көп ойлауы мүмкін, шынымен бір определенный уақытқа келген кезде, ертең мен бұнымен ешқандай ақы таба алмаймын, жай мектепте бейнелеу өнерінен сабақ беріп жүргім келмейді деп ойлауы мүмкін. Көп қой ондай. Бізде менің тобымда 7 адам бітірдік университетті. Мен ғана суретші, дизайнерлікті жалғастырып жүрген. Қалған біреусі де жалғастырған жоқ. Бір жағынан өзімізден де бар, бір жағынан қоғамнан да бар. Қоғамнан бар деп айтқанда дұрыс емес шығар, өйткені жаңағы арт пространство деп жатсыз ғой, Алматыда жасалып жатыр қазір, жақсы дамып келе жатыр. Бізде қазір мүмкіндік көп қой, әлеуметтік желі, Instagram, TikTok, YouTube алда шығара бер. Көп суретшілер соған шығармайды. Және жаңа нәрсені бізде қазақтар деп айтайыншы, қазақтар жаңа нәрсені тез қабылдамайды ғой. Әлі күнге шейін бар суретшілер муралдарды мойындамайтын, граффити деген бағытты мойындамайтын суретшілер. Ондағы баланың ойыншығы ғой деп айтатын. Граффити, мурал деген қазір деңгейі өте жоғары болып тұр. Бүгінгі күнде граффити мен муралдың деңгейі қандай суреттің бағытынан алсаң да ең жоғары болып тұр да. Ол деген өте қиындау ғой. Салу үлкен муралдарды, мына қағазға, кішігірім қағазға салғаннан қарағанда үлкен муралдар. Ол қиыншылықта да емес негізі. Актуалды болып тұр да қазір. Масқара актуалды болып тұр. Шетелде тіпті ол дамып, шарықтау шегіне келіп қалды. Мурал, граффити деген нәрсе. Ал біздікілер әлі оны мойындамайтындар бар. Негізі муралдың бір өзінің несі бар шығар, тарихын мен ойлаймын, енді жаңа ғана келіп жатыр осы ой. Америкада көп болушы еді ғой, далада салып кетеді суреттерді, солар босқа жүрмесін деп бір алаң берген шығар. Граффити деген содан шыққан ғой. Граффити деген негізі адамдар жаңа өзінің лақап атын, Иркош деген сияқты алады да, керегі жазып кете береді, жаза береді, жүрген жерінде өзінің атын қалдырады да, жазып кете береді. Бэнкси деген бар, суретші. Әлі күнге шейін ешкім оның түрін көрмеген дұрыстап. Әлеуметтік желіде, бірақ әлемге масқара танымал. Жаңағыдай кішігірім суреттер керегеге салып кетеді. Бәрі біледі Бэнксидің жұмысы екенін. Әлемде миллиондап адамдар біледі Бэнксидің жұмысы екенін. Бірақ кім екенін ешкім білмейді. Сондай дүниеден шыққан граффити. Шынымды айтсам, мен тарихын қуалап көрмеппін, қайдан шықты, қалай дамып кетті. Бірақ қазір мықты дамып жатқанын білемін. Бізде суретшілер бар көп. Әлі күнге шейін, ой, баланың шын-шайтан қуалап жүрсің ғой сен деп сөйтіп түсінбей айтатын. Ол әлемдік деңгейде қалай дамып жатыр. Бізде қазақтарда көп қой, жаңа нәрсені отрицать етеді дейді ғой, орысша отрицать дейді. Жоқ, ол бізге керек емес, жоқ, ол біздікі емес дейтін. Неге біздікі қылмасқа? Қазақын ақш қосты, қазақын ақшты керісінше граффитиді сен құрал ретінде алды, муралды граффитиді. Қазақын ақш керек болса, қазақын ақшты дамыт. Граффити деген ол құрал ғой, былай айтқанда. Біз көріп жатқан мультфильмдердің көбісі сурет салу арқылы келеді ғой. Ол жай ғана құрастырыла салмайды ғой. Мультфильмдерде сурет, бәрін жасайтын художниктар ғой, суретшілер. Одан да біздікілер мысалы қазір алыс. Бізде көбісі жаңа нәрседен қорқады ғой, жаңа мен айтып отырмын ғой. Қазір бір жаңағы мен студенттеріме қуанатыным, олар қазіргі осы заманның балалары қорқпайды жаңа нәрседен. Олар тез қабылдайды да, тез үйренеді. Сол жағы жақсы студенттердің. Тез қабылдап алады да, жаңағы сіз айттыңыз ғой, пән таңдау керек екен деп. Соны дәл менің ойымша дамытатын уақыт қазір. Олар 1 сағаттың ішінде студент маған айтады өткенде, бұл менікі емес екен. Біз сабақ 1:50 минут өткен жоқ, ол менікі емес екен дейді. Мен жасай алмаймын дейді. Маған мына бағыт ұнайды дейді.
мен айттым, саған тапсырма берілді ғой, сен тапсырманы орындасашы, сенікіне ары қарай келеміз, әлі семестр алдыда ғой десем, жоқ дейді, бұл менікі емес дейді. Осы моментте бізге оларға таңдау беру керек. Сен мына бағытта ал, мына бала мына бағытта оқыту керек деп. Сол кезде олар жақсы маман болады. Ол адам қалап тұрған кезде жасату керек та. Өйткені ол жасатпасаң, 1 жыл, 2 жыл ол өшіп қалады. Бұны жасай алмайды екен ғой мен, бұл да менікі емес екен ғой деп. Сол кезде мынау да ұнқы болмай қалады да, оқушы, студент ортада қалады. Одан ертең маман шықпай қалады. Ертең университет бітіреді да, жұмыс іздеп кетеді басқа бірдеңе. Мен журналистикаға қатты қызыққанмын ғой кішкентай кезімнен. Содан бір 13 жаста ма, жоқ 14 жасымда ма, сол кезде бір удар по здоровью детей или куда смотрит СЭС деген жазамын ғой. Сонда мен сол кездегі қарасам, ана қатты қызығатым жазуға. Жай ғана бір көрдім да соны жаза салу емес, мен зерттейтін кітап алып, СЭС туралы кітап, санитарная защитная зона деген мына қоқыс жәшіктері неге балалардың ойнайтын алаңы тұрады да, тура жанында қоқыс жәшіктері тұрады. Соны ойлайтынмын, ол бір логика болу керек қой, неге екеуі бір жерде тұрады деген сияқты. Мынау жазда сасып жатады, балалар сол жерде ойнап жүреді. Дұрыс емес қой деген сияқты ойлар келетін да. Содан зерттеп бір мақала жазам. Содан ана редактор мақалам ұнағаны, бірақ ол кезде орыс тілінде де, қазақ тілінде де жазып жүретін, бірақ жақсы жаза алатын. Қазір қарап оқысам, мен қазір олай жаза алмаймын. Өйткені ол кезде менде қызығушылық болған. Мен кәдімгідей ана сол мамандықты қолағым келген. Содан мен бір зам әкім алдынан шығам, маған айтады: қызым, сен әлі кішкентайсың, бұндай жазуға болмайды. Сен одан да батырлар жыры туралы жаз, басқа да әңгімелерді жаз деген кезде менің қызығушылығым мүлде кетіп қалды. Содан мен тек қана дикторлық деген бағытқа ғана қызықтым болды. Ал журналистика, жазу деген бағытты мүлдем алып тастадым. Сол заманда, мысалы, сіздің кішкентай кезіңізде шетелден жаңалық келетін. Ой, 8 жасар қыз экология туралы жазып жатыр екен деп. Біздікілер айтты ғой, бір жаңа дүниені алып жасауға қорқады ма, жаңа затты қабылдауға, ой, мынау кішкентай бала ғой деген. 14 жастағы адам СЭС туралы жазып. Шетелде жазса, бүткіл әлемге тарқатар еді. Мысалы, ойбай, бізде Нидерландта қыз жаңа қоқыстың мәселесін көтеріп жатыр, қараңдар, әлем бізде балаларға осындай ойлайды деп шығаратын еді. Бізде сізді алды да басып тастады. Есесіне не болды? Сіздің желаниеңіз құрып қалды, иә? Проблема әлі қалды ғой. Әлі проблема қалды. Қоқыс жәшіктері тұр, сол қалды. Мүмкін сол шешіліп кетер ме еді? 13 жыл бұрын. 13 жыл бұрын. Ойлап қараса. Сол ғой, өйткені айтады ғой, болам деген баланың арқасынан қағуға болмайды дейді. Шын мәнісінде ол. Көтермелеп, бізде ондай жоқ. Бізде біреу бірдеңе жасап жатса, түсіріп жатуға тырысамыз. Немесе айтады ғой, қазақтың бір несі бар тәрбиеде, ой, балам болмайды, ой, аузың жап, сөйлеме, былай деген сияқты айтады да. Содан бала жабыла береді екен да. Ал басқа ұлт өкілдерінің тәрбиесіне қарайтын болсақ, орыс сыныптарына қарайтын болсақ, олар ойларын өте еркін жеткізеді. Масқара ғашық болатын, мысалы, бір жерде бірге сыныптық жарыс болсын, бір ортақ шара болсын, кездескен кезде қазақтың балалары үндемей, арт жаққа тығылып, мысалы, біреудің арты, ол оның артына тығылып, бір жерге жиналып қалады да. Ал ол балалар керісінше мен айтайын, бәрі-бірімен таласып тұрады. Қазақ сыныптары 1-2 бала болады, алдыға шығатын. Ары кетсе 5 болады шығар. Қалғандары керісінше. Олдар көбінесе артқа тұрайық деп. Арт жаққа тұрып алатынбыз. Ол жаңағы сынып жетекшінің лидерлік қасиет үйретпегені, психологтардың жұмыс істемегені балалармен көбірек сондай шараларға байланыстырмағалы, үйдегі тәрбиеде әсер етеді оған. Жоқ, анау болмайды, мынау болмайды. Әйтеуір, Құдайға шүкір, менің әке-шешем ондай болған жоқ. Мен керісінше айтатын, сен бар шараға қатыс, мен айтатын, жоқ, мен сурет саламын. Жатамда сурет саламын. Сондай болатын. Бірақ мен соны қуып келе жатырмын ғой суретті. Ал мүмкін бір бала мықты болды да, активист болды да, активный бала болды. Оны үйінде басып тастаған шығар мүмкін. Жоқ, сөйтпе. Көрген қыздар мысалы қанша болды? Көп қыздар болды ғой, жұлқынып тұратын. Оларды үйінде де басады. Қыз балаға жараспайды, қыз балаға жараспайды. Қыз бала ондай болмау керек, қыз бала қылықты болу керек.
айғайламау керек, секірмеу керек, алдыға шығып сөйлемеу керек. Ол сөйтіп келеді де күйеуге шығады, күйеуі де соны айтады. Сонымен ол қыз бала басылып қалады. Мүмкін ол қыз баланың болашақта қанша дүние күтіп тұрған шығар, жасайтын, сол қыз бала жасау керек болған. Сондай мәселелер көп қой бізде. Көп кездесті ғой, иә, шын мәнісінде жақсы келе жатсызда немен қыз балаға жүктелген кезде де жауып тастайды да. Өзіңіз қазір әкесіз. Қыз баланың ба? Ұл баланың. Ұл бала. Өзіңіз енді кішігірім балаңыз өсіп келе жатыр, байқап жатырсыз ғой. Қазір қаншаға келді? Жауапкершілік 2-ге келеді. 2-ге келеді. Тіл шығып кішкене келе жатыр ғой. Сөйлеп жүр. Уже байқап жатырсыз да, өздері мінездерін көрсетеді, қалағанын айтады. Мен бір кітап оқығам, договориться можно обо всем деген, кез келген нәрсе жайлы келісімге келуге болады деген. Біз өзі туа біткеннен сондай адам туамыз екен да, келісімге келе алатын, айтқанын істететін. Бірақ өсе келе бізді жабады екен. Сонда мысалы 2 жастағы балаға қазір сіз таңдау қойсаңыз, картоп жейсің бе, әлде каша жейсің бе десе, өзі таңдайды ғой, жегісі келген нәрсені. Жегісі келмеген нәрсені ол жоламайды бәрібір. Көргісі, тіпті мына мультфильмдерге келетін болсақ, өзі таңдайды, не көретінін. Ұнамайтын болса ауыстыр деп айтады. Сөйлей алмаса да әйтеуір бір ауыстыртады, мысалы. Ыммен айтса да ауыстыртады да. Бұл жерде баланы таңдау жасату керек балаға. Бірақ сұраған нәрсесі оған каша мен картоп деп тұрсыз сіз, ол қайсын десе де оған пайдасы бар. Ортасына шоколад қойсаңыз, ол тек шоколад жей береді. Бұның өзінде де сіз келісуге... Ол баланың денсаулығы құриды ғой. Ол жерде де келісіп тыя білу керек оның шоколадқа деген құмарлығын. А то сіз мысалы кашамен нені айтып тұрсыз да, картопты. Ол екеуі де жақсы. Жарайды, қазір де картошка жейсің, кешкі асқа да картошка жейсің, таңертең де картошка жейсің. Қатты зияны жоқ. Ортаға шоколад кіріскен кезде бала таңертең, түсте, кешке де шоколад жеуі мүмкін. Сол жерде келісіп тыя білу керек. Мысалы болады ғой, кейбіреулер тамақ жемей тәттіге жүгіргісі келіп тұрады да, сол кезде баласына түсіндіріп, қазір сен тамақ жегеннен кейін ғана тәтті береміз деген сияқты. Болады, анау жыламасын деп тәттіні бере салады. Бала манипуляцияға үйреніп алады ғой. Қазір телефонға сөйтіп кіріп жатыр ғой. Сен тамақшы бол, содан кейін телефон беремін деп. Телефон тамақ ішкізу үшін телефон береді да. Тамақ ішкізу үшін. Ол олай болмау керек. Мысалы, ол тамақ ішкізу үшін телефон береді. Бірдеңе жасату үшін де телефон береді. Бала керісінше болу керек. Ол заслужить дейді ғой. Сондайды үйрену керек та. Осы кезде мықты бала болу керек. Енді білім жағынан келетін болсақ, мысалы, менің қуанатын жері, маған әкем әр уақытта айтатын, мұғалім сенің екінші ата анаң, ұстаз. Бізде үйге келіп, қазіргі балалар сияқты андай, анау сөйтіп қойды, апай маған ұрыс қойды деген болмайтын. Өйткені менің анам ұстаз да. Ол кісілер ондай естісе, ондай көтермейтін. Сондай нәрсе, сол жері дұрыс деп ойлаймын мен. Қазір ұстаздарға деген құрмет те жоғалып кетті ғой. Бұрын ойна кісі ұстаз деп мақтап айтатын, қазір мұғалім ғой дейді. Қандай айырмашылық сөзден сезесіз ғой. Ұстаз келе жатыр, ой мұғалім келе жатыр дейді қазір. Мұғалім болып жүр қазір. Мектепте сабақ беріп жүрген шығар. Ұстазға деген уже ананы естіген бала сол сөзді. Ол бірден уже мұғалім ғой, мұғалім болмау керек деген ой пайда болады да. Одан мұғалімге құрмет қалмайды. Кейде сол құрметті ұстаздар өздері жіберіп алып жатады да? Ондайлар да бар. Адам бәрі тең емес қой. Әртүрлі адам болады. Бірақ ұстаз ешқашан өзінің ұстаз екенін, ұстаздық деңгейін түсірмеу керек. Қазір көріп жатырмыз, балалар мұғалімдермен төбелесіп те жатады. Ол түсінікті негізі, баланың мұғаліммен төбелесуі. Ол ерке бала шығар, психикасы кішкене бұзылған шығар. Ұстаздың оқушымен төбелескені, ол мына дәрежеде тұрған кезде төменге түсіп қалады. Сен оқушымен екен төбелесіп жатсың. Сен оған керісінше түсіндіруің керексің, ол дұрыс емес екенін. Мысалы, оқушының деңгейі, ұстаздың деңгейі болады. Ұстаз алады өзін мына деңгейге тығып қояды. Ұстазға қайдан құрмет болады содан кейін. Осындай мәселелер де бар, моменттар.
ұстаз өзінікін тоже ұстап тұру керек. Жаңа сіз айттыңыз ғой, біз жаңа заттарды қабылдауға бейім емеспіз деп ше, кеш қабылдаймыз деп. Мысалы, әлеуметтік желіде танымал химик Ұлан Үсенов деген Талдықорғаннан шыққан химик. Ол түрлі рэп музыкаларды алып, өзі рэп тыңдағанды жақсы көреді, анимені жақсы көреді. Соның барлығын ұштастыра отырып химия пәнін түсіндіреді. Миллионнан астам өзінің подписчигі бар. Сонда ол кісінің өзінің жұмысқа деген сүйіспеншілігінің арқасында еңбегі бағаланады да, Forbes-қа жазады да ол кісі туралы. Содан кейін Хайтек деген мықты школдар бар ғой, солар ол кісіні шақырады. Ол жақта оның жалақысы да өте мықты ол мектептердің. Ол мектептің оқушылары жылына 14 мың, 15 мың доллар төлеп оқиды. Ойлаңызшы. Сонда ата-ана жібереді да баласына. Ал ондай мектептер мықты ұстаздарды ғана алады. Сонда ол кісі бір химиядан бір керемет мықты ғалым болып кеткен жоқ қой. Ол тура сол білетін химияны кішкене өзгешелік енгізу арқылы ғана таратып жіберді да. Подача дейді ғой. Кез келген нәрсенің подачасы болады. Бізде 5-ші сынып оқып жүргенде бір жылда Жандос деген мұғалім болған, математика сабағында. Бәріміз оқитынбыз. 20-31 бала оқыдық. Бәріміз есеп шығаратынбыз. 5-ші класстың деңгейін біліп түсіндіріп кетті. Ол кісіні ол кезде бір лицей шақырып алды осы қаладағы. Бізге кеңіз деп. Өте мықты мұғалім болады. Ол қалай кетті? Біз артта отырғандар қайтадан математика 5-ші сыныптың деңгейінде қалдық. 6-ға ауыстық, 7-ге ауыстық. Біз әлі 5-ші сыныптың деңгейінде. Яғни ол мұғалімге де байланысты. Жаңа сіз айтып отырған сияқты фанаттар, хулигандар дейді ғой. Сондайлар жасайды ондайды. Жаңа мысалы, ол кісінің химия пәні мұғалімі мен көргем TikTok-тан. Ол кісінің подачасы күшті да, балаларды қызықтыра біледі. Ол кісінің стилі де өзгеше ғой. Ол жай ғана қарапайым мұғалім екенмін деп бүйтіп рубашкамен қарапайым киініп алып жүрсе, оны оқушы қазіргі қабылдамайды. Өзіңіз сабақ бересіз университетте. Сіз егер бір костюм киіп алып мектепке сабаққа келіп тұрсаңыз, сізді оқушы мүлдем басқа қабылдайды, студент. Дәл осы түріңізбен барсаңыз, баратын шығарсыз осылай. Мен осылай барамын. Студент сіздің бейіміңіз, болмысыңыз осыда екенін түсінеді да. Өйткені киім үлгісінің стилі де адам туралы айтып тұрады ғой. Содан олар қабылдайды да сізді осылай. Жаңағы сол университетке барғанның өзінде үлкен жастағы кісілер әлі күнге шейін айтады, сен өзің студент сияқты жүрсің ғой, неге дені дұрыс киім кимейсің деп. Мен айтамын, маған осылай ыңғайлы. Мен сабағым өтіп жатыр. Студенттер жақсы жасап жатыр бәрін. Сіз неғып мен киіміме айтасыз. Деканда айтып кетті, сен нені отырған отырсың. Неғып сен кроссовкамен отырсың. Сен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі емессің ғой. Сондай стереотиптер қалып осылай ыңғайлы ғой. Бізде әлі күнге шейін бар ғой сол стереотиптар, жаңа айтып отырмын ғой, жаңа нәрсені әлі қабылдай алмайды ол адамдар. Шетелдің сабаққа бару үлгісін қарасақ та, әрбір оқушы өзінің стилін қалыптастырады да ол жақта. Бізде бәрін бірдей деңгейде ұстағысы келеді. Анау кеңес үкіметі кезінен бәріне бірдей рубашка кигізіп қою. Соны, сол түсінікті біздің қатар қабылдап алып жатыр да қазір. Олар да айтады қазір. Мен қатарластарым айтуы мүмкін маған, сен мұғалімсің ғой, мына түрің не деп. Мен айтамын, бұл мен өмірде осылай киініп жүремін, мен тойға да осылай бара беремін, университетке сабағыма да осылай барамын, жұмысқа да осылай бара беремін. Ол киімде емес қой мәселе. Соны түсінбейді да. Мен мүмкін сен костюм шалбармен тұр, күшті жақсы прическамен тұр, жуынып шайынып кел, мен осылай трикомен келе берейін. Екеуміз отырып көрейік, кім сабақты күшті жүргізеді екен. Сол кезде сенің киімің бірдеңе шеше ме? Сенің ол кезде білімің, миың, подачаң шешеді. Студенттермен жұмыс жасауың, ортақ тіл табуың, сол шешеді. Миллиардер Стив Джобс марқұм. Сол кісінің өзін алса да ше, бір футболкамен қанша жылдап жүре берген. Бір шарадан екінші шара, сол шарадан 5 жылдан кейін қараса да ол футболкасымен жүре берген де. Ол кісіге еткені маңызды болған оның жасап жатқан жұмысы. Ол көп сондай мықты адамдар оқу, университет тастап кеткен, колледжден, олар да сондай болған ғой.
олар білімді асып кеткен, оларға қызық емес, олар жаңағы жасаған нәрсесін уже тауып алды, соны шыңдай береді, оған киім, дүние, қалған керек емес жаңағы білім, қосымша білімдер оларға керек емес. Мысалы программист оқыдым, ол программист, оған жаңағы тарих керек емес, оған орыс тілі керек емес, ағылшын керек емес. Ол өйткені жасау керек та. Ол шығармашыл адам, ол жаңағы инженер, ол жасау керек ана компьютерді. Стив Джобс компьютер шығару, айфон шығару керек. Математика, тарих оқып отыратын уақыты жоқ. Солай болу керек негізі. Соны түсіндіріп, қазір жеткізе білу керек балаларға. Бізде әлі күнге шейін көп қой жаңағы балалар өздерін таппай, түсінбей жүрген. Қайда барамын, университет бітіргеннен кейін. Университетке не үшін түскен? Университетті бітіреді, қайда барарын білмейді. Юристті бітіріп ал, қайда барарын білмейді. Өйткені не қылып ол олай білмейді. Өйткені ол мектепте ода мақсат болған жоқ, мектеп бітіргенде. Мектеп бітіргенде ода ешқандай мақсат болған жоқ. Ода мынандай стереотип, мен оқуға түсуім керек. Диплом алсам болды. Қатарластарымен бір деңгейде болу үшін. Оған өйткені ешкім түсіріндірген жоқ. Сен қатарласың, өзінікін таңдап алды. Ал сен жай бір оқуға түсе салдың. Ертең ол оқуды бітіргенде қатарласың, өзінікін таңдап тауып алған, ол бәрібір сен озып кетеді деп оған ешкім түсіндірген жоқ. Ол ойлап қалды, ылғи бірге бітіреміз, бірге жұмысқа кіреміз, мен жаңағы бірдеңе таңдай салайын, соны түсіп оқи берейін, программистпін деп. Оны оқымағанда бала программист. Қалап түскен программист, компьютерді біліп, ол оқып, бітіріп, бірдеңе тауып, бірдеңе жасап, бірдеңе изобретать етіп, приложениялар жасап, ол кетті шарықтап. А сен мынаған просто түсе салғансың. Потому что университетке түсу керек болды. Сол момент қана ғой адам өмірін шешетін. Ол мектеп бітіргенде білу керек, кім болғысы келеді. Университетке сол мамандықты шарықтату үшін бару керек та. Ол университетке мақсатын түсу керек сияқты, задача сияқты. Сен бұл университетке түспесең, сен болдың, мал бағуға бар деген сияқты. Менде мысалы мақсат өзімдік осы медиа саласы болды ғой. Бірақ өмір оқып жүрген кезде маған таңдау қойып қойды. Сен мұғалімдікке түсесің деген. Пәндердің ішінен ең жақсы білетін химия пәні болған соң түстім, бірақ 4 жыл бойы ұстаздарға айтумен болдым. Апай, мен бәрібір мұғалім болмаймын, маған диплом бере салыңыздаршы, болды. Мен бәрібір диплом, мен білмеймін, өзім ойлап қарасам 9-шы сыныпта оқып жүргенде папам айтатын, пап, мен колледжге кетіп қалайыншы деп. Мен мектеп жақсы оқыдым. Папама деген мен жақсы көрсеткіш көрсетіп жатқан соң, бір андай бар ғой, жақсы көрсеткіш көрсеткен соң 11 сынып бітіріп шығу керек деген сияқты ой. 11 сынып бітіріп, мен айтатынмын, мен колледжге кетсем, тезірек дамитын сияқты болдым. Өйткені мектептен тыс қой. Және кішігірім колледжде оқығандар, университетте оқығандардан қарағанда андай біледі да, тәжірибелі олар уже. Және рискованный болатын сияқты кішігірім. Өйткені мектептегі жауапкершілік пен колледж, университеттегі жауапкершілік екі бөлек. Ол уже сен 10-11 класста оқығанда ол уже тәжірибені жинап алған. Сен барғанда сен оның қай жағында болса да қалып тұрасың, кішкене болсын. Ол сенен көп біліп тұрады. Мен сол бір сезетінмін, мен бәрібір дипломсыз жұмыс жасаймын деп, өзім солай ойлайтын да. Живой пример ғой мысалы. Дипломнан не үшін сол кезде түстіңіз мысалы сол химия пәні мұғаліміне? Әкеме беру үшін олай болмау керек та. Олай болмау керек, иә. Таңдау жасау жалпы адамның өзінің қолында болу керек. Ал енді келетін болсақ, менде әкем 3 баланы өз жалғыз асыраған соң, ертең қиналып қалмасын, қыз бала ғой, мұғалім болса, әйтеуір жұмыс табылады ғой деген ой болды. Мен іштей бірақ сезетін. Мен бәрібір түсем мұғалімдікке, бірақ бәрібір мен кетемін деп ше. Өйткені мен өзім таңдап қойғанмын өзім мақсатымды. Өйткені болады ондай жеңілмеу сөз айтпақшы. Біреу былай айтты екен, біреу былай істеді екен деп өзіңнің арманыңнан бас тарта салу, ол андай не сияқты, өзіңді құрметтемеу сияқты, өзіңнің арманыңнан бас тарту. Өйткені бәрібір сенің арманың бірінші орында тұру керек. Иә, мен осы дүниені айтып отқан нәрсені университетте жүргенде бірақ түсіндім да. Бір жағынан қуандым, мен өзім дұрыс таңдаппын ғой. Өйткені мен бала күннен сурет салып келемін да. Университет бітірдім, мен 1 жыл жұмыссыз жүрдім. 1 жыл жұмыссыз жүрдім. Сол кезде әкем құрылыспен айналысады. Біздің құрылыс фирмаға келіп, соны басқар деді. Мен үйде жатырмын.
қалтамда бір тиын ақша жоқ, жұмыс жоқ, үйде жатқан бала, жас деген 22-де. Сонда әкем айтты, жоқ, мен бармаймын. Не үшін барамын? Жоқ, барасың деп. Екеуміз біраз жерге келіп қалдық та. Мен айттым, онда мен не үшін оқыдым мынаны? Онда құрылысқа түсірмедің ғой басынан. Құрылысты қуып жүре беретін ек сен артыңда. Мен 5 жыл уақытым кетті ғой мынаған. Мен тәжірибелі суретшімін. Ең мықты болмасам да әйтеуір талантым бар, тәжірибем бар. Мен осымен бірдеңе тауып аламын деп 1 жылдан кейін барып жұмысқа кіріп, қазір әкем молодец дейді. Мен айтамын да, сіз өнер адам болған соң түсінесіз, біздің салада біз қанша ақша таптық деген жағымызға қарамаймыз көбіне. Өтіп бара жатқан кезде мынау менің суретім ғой деген сияқты, мынау менің түсірген дүнием ғой деген сияқты қараймыз да. Өйткені білеміз да, ертең артымыздан қалатын бір шығармашылық зат қалатын. Муралдар деген таза выставка ғой. Саған выставкаға жоқ, сен жұмысың әрқашанда сыртта, елдің көзінде. Ел әрқашан қарайды да, астынан еркош салады, оқи салады. Мынау 6-шы шағын ауданда тұрған мурал бар, өрт сөндірушілердің сіз салғансыз. Ертең сіздің балаңыз бұйыртса ойнап жүрген алаңдағы бәріне мынаны менің әкем салған деп айтып жүретін болады ғой. Ең бірінші муралдарды бастағанда бір күшті кісі айтқан, ақша қуып кетпеші деп. Муралдарға да аз ақша төленбейді, жақсы төленеді негізі ақша. Сол кезде айтқан, сен ақша қуып кетпеші, сен артыңа із қалдыруға тырысшы деп. Мен соны әр тапсырыс түскен сайын ішімнен ойлап отырамын. Сол кісі айтып еді ғой, соны түйіп алайын деп. Сурет салғанда тақырыптың маңыздылығына қарайсыз ба? Әлде беріп жатқан тапсырыстың ақшасын көлеміне қарайсыз ба? Бізде әлі қайттан тақырыпқа келемін, жаңа нәрсені қабылдамайды деп. Менде қазір бір тапсырыс тұр, қазақы нақыш керек деді бізге. Мен 7 қазына салып бердім. Қазақтың 7 қазынасы. Әдемілеп, жаңа стильмен, жаңа заманауи подачамен салдым. Оған айтады, жоқ, бізге бұл жарамайды. Қошқар мүйізді бұрынғы оюлар. Қошқар мүйіз, ойымен Абылайхан керек. Мен осындай жұмысты 2019 жылы ойдым, қателеспесем, Абайдың 150 жылдығына орай біз Өскемен қаласында трамвайға сурет саламыз. Абайдың трамвайына. 2020-да. Жоқ, біз 2019-да саламыз бұл суретті. Сонда Өскемен қаласындағы трамвайлар ескі ғой. Өзіңіздің коллегаларыңыз бар, аттарын ұмытып қалдым. Алматы Тиграхауд қой деймін, қателеспесем. Али Ержан. Сол кісілер шақыртамыз. Ол кісілер күшті бір яркий түстерді қолдана отырып, олар Тиффани цвет, басқаны қолданып, түрлі оюлар жасайды да, бірақ ол оюды түсінбейді ғой. Айтады, мына оюлар болмайды, не, керек емес, жарамайды дейді. Сіздер мынандай оюлар салып беріңіз дейді. Қарапайым біздің көзіміз үйреніп қалған оюлар бар ғой. Соны салып беріңіздер дейді. Содан ана сурет шыны керек, бычыты шықты ғой, ең аяғында. Салды олар, енді олар бар ғой. Шын айтамын, біз 2-3 күн салады деп ойлағанбыз. Бір 3-4 сағатта салып кетті да, сонда былай бүйтіп өздерінің несі жоқшы, тапсырыс қой енді келіп жатқан. Әйтеуір салып жатыр, салды. Бірақ уже жан дүниесі мен болмай жатыр да. Өйткені олар қалап салғысы келген сурет салынбады. Бізде тіпті жаңағы фестиваль, выставкалар өткізеді ғой. Солардың өзінде сондай ограничение қойып тастайды. Мысалы, тақырып береді. Тақырып берген дұрыс. Бірақ тақырыпты ашатын суретші ғой. Жоқ дейді. Сен ондай жасама, былай жаса. Мынау дұрыс, жаңа сіз айтпақшы, ою, ондай шимай ою керек емес. Бізге түсінікті ою қоя сал деп. Жаңа нәрсе бермейді да, жаңа айтып тұр ғой, жаңа нәрсені біздің қазақтар қызық қабылдайды, қабылдамай, обязательно біреу шығып, жарып шығып, жаңалық қып, осындай жасады, содан кейін барып, болады екен ғой, оказывается, давайте осындай. Мысалы, бір әкімдер болады, жоқ, ондай керек жоқ, мынандай сурет салайық деп, сол суретті салып кетеміз. Келесі ауданға барсаң, әкім қабылдайды сен суретіңді. Осындай сурет, молодец, әдемі, заманауи ғой. Деп түсіндірсең, түсінеді да, қабылдайды. Ана әкім сен келесі жыл қайттан шақырады. Ана жаққа әдемі салып кетіпсің ғой. Сөзді айтасың, мен сізге былтыр ұсындым ғой, сіз қабылдамадыңыз. Көрдіңіз ғой, оған обязательно біреуден көру керек та.
жаңағы рисковать етуге қорқады, жауапкершілік алуға қорқады жаңа нәрсеге. Сондай моменттер көп тоже. Өкінішке орай болады, басшылар, иә, әсіресе жас басшылар деп те айтуға болады. Біз айта алмаймыз, бір үлкен кісілер бұл жерде андай не жоқ қой, жас бойынша шкала жоқ та. Жас басшылардың өзіне барған кезде, жақсы дизайндық жұмыстарды апарған кезде, ол кісілер 100 түзету енгізеді. Өйткені олардың ойынша басқа қалаларда әкімдіктер ұйымдастырып жатқан баннерлар, билбордтар дұрыс, ал сенің жасап беріп жатқан жақсы өнімің дұрыс емес сияқты көрінеді. Бірақ сен ол саланың адамы болған соң көбірек түсінесің ғой. Мысалы, сен барып, сіз басшысыз ғой, былай басқарыңыз деп біреуге айтпайсыз ғой. Мысалы, өйткені ол өзінің жұмысын біледі. Сондай шектеулер бар да, мына шығармашылық адамдардың жұмысына келген кезде шын мәнісінде дұрыс көрмеулері, ізденбеулері, тіпті қарапайым грамотаны жасаудың өзі сол қалпы бұрынғы стильдерді жасайды. Түс қолданған кезде мен кейде ойлаймын, әкімдіктің іс-шарасы екен деп көк түстен басқа түс қолданбайды да. Көк пен сары. Бекітіп болған түстер бар деген сияқты қарайды. Бірақ егер шын мәнісінде зерттеп қарайтын болса, әлемдік деңгейде, мысалы, қандай басқа жақсы туындылар жасайды? Конечно, көп қой. Өйткені адам түспен воспринимать етеді ғой. Біз түске қарап, мысалы, психологиялық түрде түс деген өте маңызды ғой. Жаңағы бір неге дизайндарын жасадым, парақшаның, жаңағы билбордтары бар, ішінде афишалары бар, грамоталары бар, алғыс хаттары бар, бәрін жасадым, жібердім. Специалисттер алды, жаңағы мекеменің, бәріне ұнап тұр. Мен жаңағы басқарма басшысына көрсеткен кезде бәрі маған қайтады, жаңағы көк фон, сары ою, ақ жазу, сурет. Мысалы, күшті дизайн жасап жібердің да сен. Жан дүниеңмен жасадың да, отырып жасадың, бәрін тиянақты қылып, креативіңді қосып, бүткіл жаңа сөздерді қосып, хэштегтарын қойып жасадың да. Ол кісі алды, ең керек нәрселерді алып тастады да, керісінше рекламалық түрде қарасаң, ең керек нәрселерді алып тастады да, керек емес нәрсені қалдырып қойды. Ол кісі неге үйтіп жасады? Ол кісінің специалисті бар да негізі. Маркетологы бар, маркетинг жасайтын адам. Ол кісі ананы тыңдамай отырды, өйткені мен басшымын деп. Сен жаңағы специалистті не үшін ұстайсың? Мысалы, дизайнер специалист болса, дизайнер специалист саған не үшін керек? Дизайның әдемі болу үшін. Ондай өзің бәрін білетін болсаң, зачем саған дизайнер? Дизайн специалистті басшы тыңдау керек болды. Сенде специалист отыр ғой, өзінің дүниесін білетін мықты специалист отыр. Сен соны тыңдауың керексің да, жасатуың керексің. Біздікілер тек өзінікін айтқан жасау керек. Ол момент тоже бар. Ұғым бар ғой, специалист, басшы деген. Мен ойлаймын, мен әрбір басшыны басшы ретінде емес, жай ғана бір адам ретінде көремін да. Өйткені бәлкім оның жауапкершілігі көбірек шығар, бірақ егер қарайтын болсақ, былай да бәрі сол специалист қой. Жауап беретін жүгі ауыр болуы мүмкін, көп болуы мүмкін, басшымын деп бүйтіп отырып алу. Басшы деген ұйымдастырушы сияқты адам ғой. Коллективті, ұжымды алып, қосып, бәріне жұмыс жасата білу керек. Ұжымды қолдану керек. Жоқ, бұлар өзінің айтқанын жасату керек ұжымға. Ол үлкен қателік. Бұның бәрін қайтадан осы тақырыпқа келейік. Бұның бәрін жасату үшін білім керек бізге. Білімді жастар болу керек, жан-жақты, және де бір бағытты. Қазақстанда әр адам өзінің алған бағытында ас болса, онда лайық түсінікті нәрсе ғой, Қазақстан жайнап кетеді 1-2 жылдың ішінде. Әр бітірген студент өзінің мамандығында мықты болуға тырысса, Қазақстан мықты болып кетеді, оны күмән жоқ. Өткенде бір кісінің сөзі бар еді, біз жобамызды көрсетіп жатқан кезде, командамыздың жұмысын көрсеткен кезде, енді біздің салаға қатысы жоқ кісі сырттан бағалап жатыр да. Егер де сіздердің командаңыздағыдай барлығы жұмыс жасайтын болса, біз баяғыда Сингапурға айналып кетіп едік қой. Өйткені өз жұмыстарыңызды біліп тұрсыздар деп ше. Сол ғой, әр адам өзінің жұмысын білсе, дұрыс айналысса, онда ол кішкентай кезінен бағыттау керек. Қанша юристтар бар, қазір мал ұстап отырған. Ол бала кезінде мал қарап келе жатыр. Не ол юрист оқыды, мен сол қызықтырады.
одан да сол 4 жылдық оқудың ақшасына сельхоз хозяйство деген, агроном деген оқу бар ғой. Жер себетін балалар бар, қанша жағдайлары жақсы, әжептәуір малдары, жаңағы крестьянский хозяйствосы бар. Соны неге оқымады? Неге ол бала экономист, программист бітіріп алады да, қарасаң, ол жақсы малмен айналысқаны. Өйткені ол бала күнінен біледі да, қалай қарау керек, қай уақытта беру керек, қалай семірту керек, қашан сою керек, қалай жасау керек, қашан дәрі егу керек, бәрін біледі. Неге соны оқып, одан сайын жаңағы бизнес қой ол. Бизнесін неге дамытпасқа сол оқумен. Жоқ, бұл барады да программист оқып келеді, бұл бала. 4 жыл программист оқып алады да, қайттан келіп малды қарайды. 4 жыл уақытын зерттеп тұрып алады. Не үшін сен 4 жыл оқыдың? Ана диплом керек жоқ оған. Жатыр сандықта. Қанша ақшаң кетті, қанша уақытың кетті. Сол уақытта сен жаңағы мал шаруашылығын оқысаң, анандай стереотип те бар да бізде. Ой, ветеринарға түспеймін дейді. Сен дайын ветеринарсың ғой? Сен түс лучше. Зато ертең малдарыңды и так білесің. Одан сайын мықты білетін боласың. Сен и так мал бағып келесің, ертең сен жаңағы басқа оқуды бітіресің, бірақ қайттан қайтып келесің. Соны әке-шеше мен мұғалімдер екі жақта балаға түсіндіріп, дұрыс бағытта жібергенде, ол бала сол ветеринарда оқып шығушы еді. Кішкене кезден бағыттың дұрыс бағытталмауы ғой, мектепке береміз ғой. Мектепке береді баланы. Сол кезде жаңағы мұғалім көріп айту керек. Мынау қатты жүреді екен ғой Әлішер. Ата-аналар жиналыс болады ғой. Әлішер қатты жүгіреді. Әлішер жүгіруге беріңдер. Еркеғали сурет салады екен ғой. Суреттік мектепке беріңдер. Қалай берсең де ұрсып бересің бе, жібер. Өйткені қабілеті бар. Көр беріп 1-2 жыл. Может, басқа қабілеттер сол жақта да ашылатын шығар. Может, бала сол жерде спортта ашылатын шығар, өнерде ашылатын шығар. Оны мектепке қамап қояды. Ата-ананың балада уақыты жоқ. Мұғалім тоже баланы ойламайды. Сонымен бала мектеп бітіргенде адасып, қайсына түссем екен деп шығады. Қазіргі балалардан байқадыңыз ба? Арман жоқ балаларда. Көбісі деп айта алмаймын. Мен әйтеуір сөйлесіп көрген балаларда 13-14 жасқа келіп жатқан балалар әлі армандары жоқ. Өйткені компьютер дайын, телефон бар. Енді біз балалық кезімізде көп нәрсе армандайтынбыз ғой. Тіпті жейтін нәрсені армандайтынбыз. Қазір қарасақ, қазір баршылық заман ғой негізі шындап келгенде. Бірақ соның өзінде арман деген көп нәрсеге жетелейді ғой адамды. Армандап адам. Үлкен кісілердің өзі армандамайды. Арман деген ол бір бала кезде армандап ары қарай тоқтап қалады деген нәрсе жоқ қой. Армандай білу керек қой, қай кезең болса да. Арманды тоқтатпау керек қой, қашан болсын. Мысалы, үлкен кісілерді көресің, әлі армандап, жанталасып жүреді, қарап қызығасың. Жаңағындай оқушыларды көресің, арман жоқ та. Армандамайды, қарайсың, ойланасың, бұл неге олай. Сондай заттар. Енді балаларда қазір баршылық шығар еткен. Біздің заманда мысалы көп нәрсе болмады ғой. Бала күнінен армандаған нәрселер. Телефон болса, ой деп, 8 оқып жүргенде, 7 оқып жүргенде, телефон ұстап, кнопкасы телефон шығыпты деп армандай бердік. Бірақ соның өзінде телефон алып берген кезде бізге бір шарт қоятын. Бағаң 5-ке шығасың, 4.90 бойы, содан кейін телефон аласың деген сияқты. Ауылға барғың келе ма? Бәрібір 4.90 сабағыңды дұрыс оқы, жазда ауылға барасың. Енді көбісінде сондай армандар болды ғой. Сонда ойлап қараса, біз соған итермелейтінбіз өзімізді. Соған жету үшін цель қойып, алдымызға мақсат қойып, біз соған жететінбіз де. Сол негізі жақсы тәрбие ғой, өте жақсы тәрбие. Қазір балалар елден қалмасын деп алып берсе. Балаларды құрметтеп кетмес, қатты тым асыра. Бала, менің балам, қазір әр бала индивидуальный. Менің балам ерекше, бәрі менің балам ерекше. Балаға құя береді, сен мықтысың, сен күштісің, сен мықтысың деп айта бермей оған, сен оны мықты қылып тәрбиелен, керісінше. Бұлар айта береді, сұраған бере береді. Ол да жаңа бір жағынан қателікті. Ертең ол бала ешкімді сыйламайды, өз қолымен ештеңе жасай алмайтын болады, самостоятельный болмай қалады, жауапкершілік болмай қалады ол балада. Ертең өсе келе қиналады да ол бала. Өйткені дайынға үйреніп алған, ешкім оған ештеңеге атығыз бермейді. Ол тоже влиять етеді балаға, масқара.
университетте ойлауы мүмкін да, оқымай ақ қояйыншы, папам жасап береді деп. Қазір ондай заман емес қой, бірақ бар, әлі бар ма? әлі бар, сондай балалар бар әлі. Сөйтіп жасап жүретін балалар бар, 18-19-дағы балалар бар сөйтіп. Ой, папам сөйте салады. Бізде еркіндік, балаға еркіндік беру дегенді дұрыс түсінбейтін сияқты. Өз білгеніңді істе деген нәрсе емес қой, еркіндік деген. Еркіндік болғанда балаға көбірек жауапкершілікті үйрету керек. Сен бірдеңе жасасаң, сен соған жауаптысың. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, телефон алып беремін, бірақ 7-ші класты 5-ке бітір. Ол өте дұрыс тәрбие. Жақсы ғой, бала уже білет, бірдеңе жасасам, в ответ бірдеңе келеді. Вознаграждение бар. Ал ол бала үйде жатыр да, оған телефон әкеп береді, машина әкеп береді, үйлене салады, оқу бітіреді, жүреді. Бір күн әке-шешесі жоқ, не істейді ол? Адасады, қатты адасады. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған тәрбие өте жақсы. Біздің кезде көп болды ғой сондай. Мороженое алып беремін, сен огородта шөп жыл деген сияқты. Соның өзі, сол кішкентай нәрсе біреулер көріп күледі. Ол тәрбие негізі, ол өте үлкен тәрбие. Сен бүйтіп жасап кел, содан кейін тамақ ішесің. Нан бітір, сосын тамақ ішесің деген сияқты. Соның өзі, кішкентай нәрсенің өзі балаға көп көрім жауапкершілік. Нан бітіріп қойсаң, саған мынандай болады. 9-ші класста басталады, вечеринкаға барасың, қарды күреп та. Кетесің, қарды күреп, аяқ жуып. Оның өзі жауапкершілік. Ол бір жағынан әке-шешені ойлауды, соларды забота дейді ғой, сондайға үйретеді. Балаға бір жағынан әке-шешеге жақын болады. Ол өте күшті тәрбие негізі. Қазір сол тәрбиені отрицать етіп жатыр ғой көбісі. Ол негізі күшті тәрбие. Мұғалімдерді сыйлауды үйрететін бізге. Әкеме ешқашан мұғалімді жамандап бармайтынбыз. Иә, өйткені сөйтіп барсам, маған айтатын, сен кінәлісің дейтін. Өзіңнен кінәні ізде, елден кінә іздеуші болма дейтін. Біреумен төбелесіп келсең де, ұрысып келсең де, жылап келсең де, кінәні өзіңнен ізде дейтін. Өйткені еш уақытта бір адам кінәлі болмайды. Кінә сенен де бар. Тем более мұғаліммен қазір балаларда да кішкене тәрбие жағы қиындау болып тұр ғой, жаңағы бәрі ерке балалар болып тұр ғой. Ол біздің кішкене үлкен болған жастар бар ғой, солар өздері андай заманда өсті ғой, баршылық пен жоқшылықтың арасында өсті да, содан кейін мен баламда бар болса екен, мен баламда болса, менде болмаған нәрсе баламда болсын. Болса. Баладан қарсы в ответ ештеңке келіп жатқан жоқ та, бала просто алып жатыр, айтқанын жасатып жатыр. Баланың кішкентай күнде жасаған проблемалары болады ғой, оны бала деп қарауға болмайды. Бала ғой дей салады ғой. Оны түсіндіру керек сол моментте. Өйткені кішкентай бала өседі, өскен балада үлкен проблемалар болады. Ойлауға да мұрша бермейді кішкентай балаға. Бәрін бала үшін жасап бере салады. Ол ойланып, жасап. Аяқ киімін кию, қалай киіп көру керексің бәрін. Компьютерлайтынбыз ғой. Кішкентай кезімізде ападан. Оның өзі опыт қой негізі. Былай қарап отырсаңызшы. Оның өзі саған бірдеңке үйретеді негізі. Қазір не? Холодильникті ашады, бәрі топ тұр. Жегісі келмейді, жабасылар. Біз сандықты өйтіп, пробкамен ашып, ол да талай нәрсе үйретеді негізі адамға. Өзің бірдеңе жасап, еңбектеніп, тауып алып келген сияқты боласың да, компьютерлап шыққан кезде. Сондай нәрселер. Бірақ соның өзіне таяқ жеп қалуы мүмкін еді, ұстап алса. Иә. Оның өзі де үйретеді. Соның өзі көп нәрсе үйретеді ғой. Қазір ондай жоқ. Қазір балалардың бәрі мұғалімдерді сыйламайды, мысалы. Мұғалім балаға сөйлеуге қорқады қазір. Бізде де сөйлемейміз қазір студенттерге. Өйткені болмайды оларға сөйлеуге. Қазіргі заман талабы бойынша. Бұрын болғанда былай қарап отырсам. Торды лақтыра салатын. 5 жыл болды мен университет бітіргеніме. Сол екі ортада өзгеріске қарап таң қаламын. Бізге университетте де мұғалімдер ұрысатын. Қазір бір мұғалім бір студентке ұрыспайды. Не үшін? Өйткені әлеуметтік желіден қорқады. Барлығы мына әлеуметтік желі қарқынды дамуына байланысты осы соңғы 5-6 жылда қатты дамып кетті ғой. Сол кезде кім жаман, мектеп жаман, кім жаман, мұғалім жаман, кім жаман, мектептің іші жаман. Соның барлығы әлеуметтік желіде өкінішке орай бір жаман пиар болып кетті да. Содан кейін ол кісілер қорқады. Өйткені бізде бәрі жаман деп айта алмаймыз ғой.
жақсы жақтары бар ғой. Мысалы сіз өзіңіз өнер байқауларына қатысып көрген шығарсыз мектеп кезінде. Мен оқып жүрген кезде тіпті өлең оқу байқаулары сатылатын, шыны керек сатылатын да өлең оқу байқаулары. Бірақ қазір ондай жоқ. Мына мектептің арасында ойбай ана прокурордың баласы еді ғой, бағасын қойып бер деген жоқ. Қазір централизованный бәрі. Мысалы олимпиадаға қатысып жатырсың, сен Астанамен тікелей байланысты. Ентінің өзі қазір қанша шанс беріледі балаға? 4 шанс беріледі ғой. Біздің кезімізде 1 шанс болатын. 1 шанс. Сол ентінің өзі қарап келсеңіз қанша баланы шатастырады. 11-ші сынып сен таза ентіні ғана білесің, мен жоғары бал алсам. Сен өнеріңде қалады, айналысып жүрген ісіңде қалады, үйіңде қалады. Ол кезде енді бірінші сезімдерің болады ғой, школ кезде. Ол да қалады, мысалы. Таза мектепте енді қанша алады екен, құлап қалмаймын, ананы сөйтем, былай бүйтем. Қарап келсеңіз, ештеңе уайымдайтындай нәрсе емес. Керек жоқ нәрсе екен да. Сондай нәрсе өтті, сол жағын түзетсе, қазір мысалы қарап жатырмын. Ентіні түзеп жатыр, бүйтіп, былай өзгеріп жатыр, былай әлі де көп қой. Нетпеген, дамымаған жерлері. Бірақ 4 рет шанс берудің өзі, мен ойлаймын, жақсы деп. Ол жақ қуантады. 2 рет грантқа шанс береді да. Мысалы, біз шығармашылық болып түстік қой. Мен мысалы шығармашылықпен түстім. 5 сабақтан енді тапсырамын. Бал есептеледі, қазақ тілі мен Қазақстан тарих. Ана үшеуін не үшін тапсырдым мен? Қазір тапсырмайды ғой. Соны айтып отырмын мен. Сол қазір қуантады бір жағынан. Осы екеуін ғана тапсырады екен да. Ары қарай шығармашылық емтиханын тапсырады. Соған қуандым мен. Осыдан 2 жыл бұрын естідім. Қарындасым оқу бітірген кезде естідім да. Егер біздің кезімізде мүмкіндік берсе, менің кезімде сондай болса, мен тарих пен қазақ тілге көбірек уақыт бөлетін едім ғой. Мүмкін мен грант оқып шығатын едім. Ал мен жылына 400 мың теңге төлеп, әке-шешем оқытты, мен 5 жыл оқытты. Ал сол кезде мысалы мен дүниежүзі тарихын оқымағанда, математиканы, орыс тілін оқымағанда, менде қазақ тілі мен Қазақстан тарихының уақыты көп болар еді ғой. Даже 5 пән тапсырып жатқандар, 5 пәнде саналатындар да орыс топтарында қазақ тілі алынып тастайды, қазақ топтарында орыс тілі алынып тастайды. Бірақ оны тапсырады. Не үшін тапсырады? Көрдіңіз бе? Мен ентіден жылап шыққам. Өйткені орыс тілді үлгере алмай қалдым жасап. Өзім 3 алып қалдым ба, 4 алып қалдым ба, кәдімгі жылап шықтым. Сөз папам ойлады, мен қойып қалды деп жылап шыққан болатын. Өйткені біліп тұрмын ғой, ана пәндердің бәрін үлгерімді жасап, орыс тілі енді алып тастайды ғой деймін да, соңына қалдырып қойған ғой. Бірақ ойлап қараса, қазір күлкінішті, шын мәнісінде енді ондай этаптан өтіп кеткен соң. Сонда мен оқушыларға әрдайым айтып жүремін, бір уайымдайтын нәрсе емес. Құлайсың ба, келесі жылы тапсырасың, онда тұрған ештеңе жоқ деп. Бір өмір тоқтап қалмайды да, ұбытымен. Жаңағы нәрсе ғой, қайттан қатардан қалып қалмайыншы деген. Бізге де сөйтіп айтатын ғой, мә жарайды, киімін алайықшы, телефон алайықшы, қатарынан қалып қалмасын деп. Сол дүние бізге санаға нетіп түйіліп қалған ғой. Біздің тәрбиеде елдің баласы, елдің заты әр уақытта жақсы ғой өзіміздікіне қарағанда. Қатардан қалмасыншы деп. Сол кезде мысалы қатардан қалмасыншы деп. Келесі жылы тапсырсам да болар еді, маған қайттан дайындалып. Бірақ қатардан қалмау керек қой. Қатардан қалып қалатын сияқты. 1 жыл деген көп нәрсе шешіп қоятын сияқты да. Сол менде де сыныптас қыз болды. Көп көрім бал жинап тұр, жақсы бал жинап тұр. Орыс тілін асығып артынан жасай салған, төмен бал алып қалғанда университет қабылдамайды уже. Жаңағы 3 бал ғана алған орыс тілден. Қабылдамайды. В то же время орыс тілі саналмайды. Не үшін тапсырды ол қыз орыс тіл сабағын деген сұрақ туындайды. Ол көп көрім университетте оқып шығатын қыз колледж оқып шықты. Колледжден кейін қайттан университетте оқу керек болды. Ол сол жерде сразу университет оқып кетер еді, егер ана орыс тілі болмаса. Ана бір артық шаш сияқты да орыс тіл деген сөйледі. Орыс тобына қазақ тіл деген. Не үшін тапсырады оны? Егер ол бал саналмайтын болса. Бірақ төмен алып қалсаң тағы түсе алмайсың. Осындай нәрселер болды. Қазір енді дамып жатыр, мысалы. Қуантады, бірақ әлі көп қой жөндейтін жерлер. Балаларды шатастырмау керек. Күн түн, даже біз тест жаттап кеттік қой. Мысалы, Абылай ханның туған жылын жаттаймыз, Абайдың туған жылын, қай жылы соғысқан, неткен жаттаймыз да, Абылай хан қандай тұлға екенін жаттамаймыз. Дұрыс қой? Кім екенін білмейсің. Бірақ сен білесің ол қай жылы туылғанын,
қай жерге барып соғысқан, қай күні қай жерде қайтыс болғанын білесің да. Бірақ тұлға екен, қазақ үшін не жасаған, қазақтар үшін қандай, не үшін шайқасқанын, андай шайқаста болды, не үшін шайқасты ол, оны айтпайды. Тест деген сол жағынан маған өте ұнамайтын нәрсе. Тест тапсырасың, тест математикада да сол, қазақ тілінде де сол, бәрінде сол. Только жаттап кеттік қой уже 11 класста мысалы. Бәрі қателік. Жапон мемлекетін алып қарайтын болсақ, оларды сыныптарды бөлген кезде қабілетіне қарай бөледі екен да. Мысалы сен шығармашылыққа бейім бала болсаң, сен тек қана шығармашылыққа бейім балалар қоршайды екен. Егер сен математик болсаң, математик. Мен айтып отқан сол ғой бағанадан. Солай болу керек. Өйткені сіз басқа балалардың арасында математик, басқа балалардың арасында өзіңізді бір дұрыс емес адам сияқты сезуіңіз мүмкін де, кем санауыңыз мүмкін де. Өйткені адамның өзін өзі қабылдауы самоуверенностьна байланысты ғой. Ол көп жағдайда бірдей балалардың қатарында оқып жатқан кезде, бірдей болыңдар деп жатқан кезде, бала өзінің қабілетін жоғалтып алады ғой. Единомышленник дейді ғой. Единомышленниктермен болу керек қой адам. Бірге ойлайтын суретшілермен болу керек. Мысалы, журналистермен. Өлең жазатындар бірге топ-топқа бөлу керек. Бізде 30-30-дан бір сыныпқа жинап қояды да, 11-ші сыныпқа дейін оқыта береді, одно и то же. Бәріне керек, основа не үшін керек? Мысалы, химия, физика, биология, бәрі керек, чтобы бала білу үшін, бала қайсына қызығады. Мысалы, биология сабағында бұрын конспект сабақ сұрайды. И бір күні бақылауға апай алып келіп нені қоя салады, микроскопты. Бітті бәріміз биолог ана жерде. Бәріміз өліп аны. Соны қызықтырып үйретсе, мысалы, әр пән сөйтіп үйретсе, микроскоп қарады, информатикадан программа жасауды үйрет. Кішкентай ойындар жасау негізі әр программистқа қиын емес, оңай нәрсе. Сондайлар жасап үйретсе, балада қызығушылық туады. Сол кезде қарайсың, бір бала жасап жатыр, бір бала әлі түсінбей отыр. Значит, ол баланың қабілеті басқада. Может, ол шығармашыл, может, ол спортшы. Спортқа барып жүрген балалар спортпен келеді, мектептен кейін қайтадан басқа бірдеңе таңдап кетеді. Ол спортшы ғой, бірақ спортты қуалау керек еді. Потому что мектептен спортты қуалау керек еді. Ол топқа бөлген дұрыс, қабілетіне байланысты балаларды. Мен даже айтар едім, мысалы 7 мен 8-дің балаларын бөлмей 8-ші, 7-ші деп. Просто шығармашылық деп тастай салса, шығармашылық деп жинайсың, олар бір-бірімен айналыса береді. Аралары 2 жас, 1 жас болса балалардың, олар қабылдай береді. Бізде класс-классқа бөліп тастайды да, не білім жоқ, не қабілеттер ашылмаған, балалар адасып жүреді. Еркош, бүгінгі айтылған ойлардың барлығы оқушылардың құлағына жетсе екен. Сіз сияқты бір жерде шимайлап сурет салып жүрсе берілмесін, әрқашан өздерінің армандарына жету үшін мақсат қоя білсін деген сенімде сіз шақырып отырмыз. Сіздің кішігірім мотивация алса да, ертең ойлайды, мына кісі сияқты мұралдар салайық деп, осы подкастты бір ерекше қойып, сіздің мұралдарыңызды жіберсеңіз, біз подкасттың соңында суреттерін салып қойып, балалар көріп жатса, өңірімізде көрсін қандай жұмыстарды жасап жатқаныңызды. Еш уақытта берілмесін. Бүгінгі қозғалған ойларымыз ұстаздардың да ойына жетсе екен деген үмітте. Өйткені шын мәнісінде кезінде кейбір ұстаздардың жіберіп алған қателіктерін қазіргі ұстаздар жібермес екен. Өйткені шын мәнісінде баланың тұлғалық дамуы ең маңызды. Сол себептен сіз шақырған болатын. Уақытыңызды қиып, біздің Ойлайық жобасының қонағы болып келгеніңізге рахмет. Лайықты ойыңызбен бөлісіп, болашақта бірге ойлайық дегеніңізге үлкен рахмет. Рахмет.